Бауырды тазартып, арықтауды жылдамдатыңыз. Егер сіз арықтауға тырысып жүрсеңіз, дұрыс тамақтанып, көбірек қозғалып жатсаңыз да салмақ өзгермесе, мәселе бауырда болуы мүмкін. Өйткені бауыр жай ғана сүзгі емес, ол ағзадағы май жағуға жауап беретін ең маңызды мүшелердің бірі. Ал бауыры шамадан тыс жүктелген кезде қант өңделген тағамдар, стресс, дәрілер, алкоголь, ұйқының жетіспеуі және жылдар бойы жиналған токсиндер әсерінен май жағу процесі айтарлықтай баяулайды. Ағза майды энергия ретінде пайдаланудың орнына оны жинай бастайды. Өзіңізді ауыр сезінесіз, іш кебеді, тамақтан кейін шаршайсыз. Қанша тырыссаңыз да салмақ қайта-қайта жинала береді. Бірақ жақсы жаңалық бар. Бауыр дұрыс қолдау алған кезде өзін қалпына келтіре алады. Ең қызығы, бауырға көмектесетін нәрселер қымбат детокс бағдарламалары емес. Көп адам мән бермейтін қарапайым күнделікті тағамдар. Бүгін мен сізге бауырды қолдап, өттің ағуын жақсартатын, қабынуды азайтатын және ағзаның табиғи май жағу жүйесін қайта іске қосатын 7 пайдалы тағамды көрсетемін. Соңында дейін көріңіз, өйткені 7-ші тағам бауырдағы майды азайтуға және инсулинге сезімталдықты жақсартуға көмектесетін ең күшті тағамдардың бірі болуы мүмкін. Бірақ бастамас бұрын бір маңызды нәрсе. Бауыр ағзаны табиғи түрде өзі тазартады. Бұл тағамдар бауырды бір түнде ғажайып түрде тазалап жібермейді. Алайда олар бауырдың қалыпты жұмысын қолдап, тотығу стрессін азайтып, уақыт өте метаболизм тиімді жұмыс істеуіне көмектесуі мүмкін. Ендеше бастайық. Номері 1. Тағам. Лимон қосылған су. Таңертең оянғанда бауырыңыз түні бойы жұмыс істеп жатады. Сіз ұйықтап жатқан кезде ол гормондарды өңдейді, токсиндерді ыдыратады, қандағы қантты реттейді және ағзаны қалпына келтіреді. Бірақ бірнеше сағат бойы су ішпегендіктен өттің ағуы баяулайды. Өт қоюланып кетеді. Сондықтан бауырға қалдықтарды шығару қиындай түседі. Сол себепті таңертең ең бірінші не ішетініңіз өте маңызды. Ең қарапайым әрі пайдалы нәрселердің бірі лимон қосылған су. Лимонның қышқылдығы ас қорыту жүйесіне іске қосып, бауыр мен өт қабығын жаңа өт бөлуге ынталандырады, ал өт майды ыдырату үшін өте маңызды. Өйткені ол майлар қорытып, зиянды заттарды ағзадан шығаруға көмектеседі. Сонымен қатар лимонда с дәрумені мен фламавоноидтар бар. Олар бауыр жасушаларын тотығу стрессінен қорғайды. Тотығу стресі, токсиндер, қабыну, дұрыс емес тамақтану және қартаю әсерінен болатын ішкі зақымдану. Уақыт өте келе бұл бауырдың жұмысын баяулатады, ал токсинаттар сол жүктемені азайтады. Қызығы, көп адам таңертең су ішу мен өт ағу жақсарғаннан кейін өздерін жеңіл әрі сергек сезіне бастайды. Кейде ағза ұзақ уақыт бойы баяу жұмыс істегендіктен кішкентай өзгерістердің өзі үлкен әсер береді. Қалай ішу керек? Жарты лимонды 250-350 мг жылы немесе бөлме температурасы суға сығыңыз. Оянған бойда кофе мен таңғы астан бұрын ішіңіз. Лимон қабығын да қосуға болады. Онда пайдалы заттар көп. Дәмі тым қышқыл болса, көбірек сумен араластырыңыз. Тіске зиян келтірмес үшін түкшемен ішіп, кейін ауызды шайып жібергеніңіз жөн. Номер 2 тағам кофе. Енді бауырға қатысты ең таңғаларлық зерттеулердің бірнешеуіне көшейік. Кофе. Бұрын көп адам кофе бауырға зиян деп ойлайтын, бірақ қазір зерттеулер керісінше екенін көрсетті. Тұрақты түрде кофе ішетін адамдарға бауыр қабыну төмен болады, бауыр тыртықтарынан пайда болу қаупі азаяды, май алмасуы жақсарады, созылмалы бауыр аурулары сирек кездеседі. Ең қызығы, бұл әсер кофеинсіз кофеде де байқалған. Демек, мәселе тек кофеинде емес. Кофеде хлороген қышқылы сияқты күшті антиоксиданттар бар. Олар бауырдағы май жағуға және токсиндерді өңдеуге жауап беретін ферменттерді белсенді етеді. Сонымен қатар кофе бауырдағы майдың жиналуын азайтуға көмектесуі мүмкін. Бұл өте маңызды. Өйткені майлы бауыр ауруы қазір тіпті алкоголь ішпейтін адамдарда да жиі кездеседі. Ал бауырда май жиналған кезде бүкіл ағзадағы май жағу процесі баяулайды. Қалай ішу керек? Қантты азайтасыз, сироптар мен жасанды қоспалардан аулақ боласыз. Қара кофе ең жақсы нұсқасы екенін есіңізде сақтаңыз. Қаласаңыз, аздап табиғи қаймақ, даршын немесе әртүрлі тәттілерді қосуға болады. Күніне 1-3 кесе жеткілікті. Номер 3 тағам әртүрлі көкөністер. Келесі маңызды тағамдар көкөністер. Оларға брокколи, брюссель, гүлді қырыққабат, кәдімгі қырыққабат, брокколи өскіндері жатады. Бұл көкөністер әртүрлі витаминдерге толы жүйені іске қосады.
Ол іске қосылғанда бауыр глутеин өндіре бастайды. Глутеинді ағзаның басы тазартушы деп атайды. Ол токсиндерді бейтараптандырып, оларды ағзадан шығаруға көмектеседі. Егер осы глютеин жеткіліксіз болса, бауырдың жұмысы баяулайды. Ал токсиндер жиналған сайын қабыну күшейіп, май жағу төмендейді. Кеңес көкөністерді турап пісірер алдында 30 минутқа қалдырып қойыңыз. Сонда сульфаттан көбірек түзіледі. Бұл бауырды қолдайтын ең пайдалы заттардың бірі. Номер 4-ші тағам бақбақ тамыры. Бақбақ тамыры ғасырлар бойы бауырды қолдау үшін қолданылған. Оның ащы қосылыстары өттің ағуын жақсартады және ас қорытуды қолдайды. Бұл бауырға қалдықтарды тиімді шығаруға көмектеседі. Сонымен қатар бақбақ іш кебуді азайтуы мүмкін, сұйықтық жиналуын төмендетуі мүмкін, ас қорытуды жақсартады. Қалай қолдану керек? Кептірілген тамырдан шай дайындаңыз. 1-2 шай қасық тамырды ыстық суда 10-15 минут тұндырыңыз, тамақ алдында ішкен дұрыс. Номер 5-ші тағам қара шалғам. Көп адам біле бермейтін пайдалы тағам қара шалғам. Оның құрамында күкірт қосылыстары бауырдың табиғи детокс жүйесін қолдайды. Қарапайым тілмен айтқанда, крестгүлді көкөністер токсиндерді анықтайды, ал қара шалғам оларды шығаруға көмектеседі. Ол өттің ағуын жақсартып, бауыр ферменттерін қолдайды. Қалай жеу керек? Шикідей салатқа қосыңыз, пеште пісіріңіз немесе жылы тағамдарға үккіштен өткізіп салыңыз. Номер 6-шы тағам артишок. Артишок бауыр жасушаларын қорғауға көмектесетін ең жақсы тағамдардың бірі. Оның құрамындағы түрлі заттар өт бөлуін қолдайды, бауырдағы тітіркенуді азайтады, май алмасуын жақсартады. Сонымен қатар артишок талшыққа бай. Бұл ас қорытуды және холестерин балансын жақсартады. Қалай қолдану керек? Буға пісірілген артишок, пеште қуырылған артишок немесе артишок жапырағы жесеңіз болады. Номер 7-ші тағам сарымсақ. Ал енді ең күшті тағамдардың бірі ол сарымсақ. Сарымсақ аллицин, инсулинге сезімталдықты жақсартып, бауырдағы қабынуды азайтады. Бұл неге маңызды? Өйткені инсулинге төзімділік май жиналуының басты себептерінің бірі осы. Бауыр инсулинге дұрыс жауап бермеген кезде ағза майды жағудың орнына жинай бастайды. Сарымсақ болса қан айналымын жақсартады, тотығу стрессін азайтады, бауырдағы май жиналуын төмендетуге көмектеседі. Қалай қолдану керек? Сарымсақты ұсақтап турап 10 минутқа қалдырасыз, сонда аллицин көбірек түзіледі. Кейін тағамдарға қосып, немесе аздап қуырып алып пайдалана берсеңіз болады. Олай болса, бүгінгі видеоны қорытындылайық. Бауыр ағзадағы ең маңызды мүшелердің бірі. Ол май жағуға, энергияға, ас қорытуға, гормондарға, қандағы қантқа және қабынуға әсер ететінін ұмытпайық. Ал бауыр баяу жұмыс істеген кезде арықтау әлде қайда қиын болады. Бірақ бауырды қолдау үшін түрлі күрделі әдістер қажет емес. Кейде ең үлкен өзгерістер қарапайым күнделікті әдеттерден басталатынын ұмытпайық. Мысалы, солардың бірі 1 стақан лимон суы, көбірек көкөніс, таза кофе, тағамға сарымсақ қосып жеу, немесе қарапайым басқа да нәрселер. Бірақ уақыт өте келе олар ағзаның май және энергия өндіруін толық өзгертуі мүмкін. Есіңізде болсын, ешқандай тағам бауырды бір түнде тазалап жібермейді. Нақты нәтиже тұрақты дұрыс әрекеттен кейін келеді. Сапалы ұйқы, су ішу, қозғалыс, стрессті азайту және дұрыс тамақтану екенін ұмытпаңыз. Бірақ бұл тағамдар ол процесті қолдауға көмектесе қалады. Егер видео пайдалы болса, комментарийға жазыңыз. Дені сау бауыр, дені сау өмір деп. Және кей тағамды қазірдің өзінде қолданылардың алдында немесе бірінші болып қайсысын байқап көретініңізді дәрігермен кеңескеніңізде жөн. Немесе осы жерге қайсысын бірінші жейтініңізді жаза кетіңіз. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.